Сәлеметсіздер ме? Мен Маяковский атындағы орта мектебінің 10 сынып оқушысы, шын жүректен еріктілер клубының белсенді мүшесі Жаялова Дильназ боламын. Менің жақсылық керуені номинациясы бойынша таңдап алған әлеуметтік жобамның тақырыбы жақсылыққа жаны құмар жандар деп аталады. Жобамның мақсаты жас ұрпақ бойына рухани адамгершілік білім беру, сүйіспеншілік құндылығының мәнін аша отырып риясыз қызмет етуге ынталандыру, қамқорлыққа, мейірімге мұқтаж жандардың жүрегіне жылу сыйлап, өмірдің ақ пен қарасын ажырата білуге тәрбиелеу. Жобамның гипотезасы жақсылық дегенде кез келген адамның қуанышты күлкі сезуіне келіп, тек жақсы жағдайлар мен жақсы істерді, жақсы сөздерді ойлайтыны рас. Жақсылық адамның көңілін көтеріп, қуанышқа бөлейтін әсерлі сәттерінің бірі. Жоба өзектілігі жақсылық жасау дегеніміз адамдарға, айналаға, табиғатқа қайырымдылық пен қамқорлық жасау. Жақсылық жасау оларды жақындастырады, достастырады, қолдайды, жылулық сыйлайды. Олардың бір-біріне деген сыйластығы артады. Өйткені қиналған сәтте алынған көмек ешқашан адам санасынан ұмытылмайды. Жақсылық жасау міндетті түрде ол адам үшін дүниені төңкеру немесе әлем білетіндей көмек көрсету емес, жай ғана сөзбен демеп кішкене ғана көзге ілінбес жақсылық жасаудың өзі үлкен құрметті іс. Жақсылықтың ісі ең алдымен жақындарыңнан, туысыңнан, достарыңнан бастау алады. Кейде тіпті жолда кетіп бара жатып танымайтын үлкен адамның немесе жас жеткіншектің сөмкесін көтеріп жеткізіп берсең де бұл үлкен қошеметке ие болар сауапты істің біріне жатады. Жоба идеясына қатысушылар мектеп оқушылары, арнайы білім берудің қажет ететін оқушылар, аудан еріктілері, қарттар мен көпбалалы ата-аналар, мектеп ұстаздары. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп абай атамыз айтпақшы. Маяковский атындағы орта мектебі 7 жыл қатарынан шын жүректен еріктілер клубы жұмыс істеп келеді. Клубымыздың мақсаты әлеуметтік көмекке мұқтаж, аз қамтылған, көп балалы, тұрмысы қолайсыз жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және басқа үйде оқып білім алатын санаттағы балаларға көмек көрсету, қамқорлық концерттерін ұйымдастыру, әлеуметтік қолдау көрсету орталықтарымен тығыз байланыста болу. Шын жүректен еріктілер клубы 2 жұмыс бағыттары бойынша жұмыс жасайды. Біріншісі ағартушылық, оқушыларды халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарын әртүрлі санаттармен жұмыс істеу дағдыларына үйрету, республикадағы волонтерлік ұйымдардың жұмыс тәжірибесін зерделеу және енгізу. Екінші бағыты қайырымдылық. Бұл қарт адамдарға, мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсету. Сонымен қатар олар үшін атаулы күндердің түрлі іс-шаралар өткізу. Бүгінгі таңда шын жүректен еріктілер клубында 145 ерікті, 7-11 сынып оқушылары, 39 ұстаз бен 52 ата-ана бар. Жақсылық жасау үшін адам бойында адамшылық, жанашырлық, мейірімділік сезімдері мен жылы жүрегі болуы керек. Мектебіміздің атынан әр жыл бойы ардагер ұстаздарын құттықтап, оларға барынша көмек көрсету, алтын ұямызда білім алатын, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға көмек көрсету клубтың басы дәстүрлі бағыттарының бірі. Бұл жұмыс түрлері зейнет жасындағы ұстаздарды қысқа дайындықтарын пысықтау, сенбіліктер жасау, мектеп психологтарымен бірлесе отырып тренингтік элементтері бар жаттығулармен, спорттық жарыстар өткізумен және тең қарым-қатынас жасай отырып мерекелерді ұйымдастырудан тұрады. Ендігі ретте мен сіздерге осы біздің жұмыстармен таныстырып өтейін. Біз жыл сайын ерекше білім алатын балалар мен олардың ата-аналары үшін біз өмір ғажап атты семинар тренингін өткіземіз. Ұлттық тәрбие бағытын насихаттау мақсатында клуб мүшелері ұстаздармен бірлесе отырып табиғатты қорғау, аялау мақсатында сенбіліктер мен тазалық жұмыстарына белсене қатысып жұмыс жасайды. Соның бір дәлелі ретінде жасарбаз жетекшілерімен бірлесе отырып Ержанбек кесенесі сенбілік жұмыстарын жүргізу барысында ата-ана мен мектеп ынтымақтастығын нығайта отырып әлеуметтік көмек көрсету орталығымен жұмыс жасаймыз. Мамандықтар әлемнің шеберлерін құттықтай отырып жақсы көңіл-күй сыйлап іс-тәжірибе алмасамыз. Алдарыңызда махаббат пен шығармашылық атты мектеп ұстаздарын қолдауымен ұйымдастырылған жолда қалған жолаушыларға ұйымдастырған қайырымдылық акцияларын ұйымдастырып өткіздік. Мектеп менің мақтанышым, мектеп бүлдіршіндерін қолдау мақсатында жанкүйер болу міндетіміз. Дос, жүрек жылуы атты құпия хаттар арқылы өзіміздің ішкі сезімдерімізді, шынайы сүйіспеншілігімізді білдіріп, жасалған қателіктердің орнын толтыру, кешірім сұрау мақсатында іс-шаралар ұйымдастырамыз. Семей қаласындағы паллиативтік көмек және мейірімділік күтім аурухана мекемесінің емделушілері үшін мектебіміздің педагогтары тобы мен шын жүректен еріктілер клубының мүшелері дамытушы интенсив өткіздік. Жақсылықты жасаған соң оны ұмыт, бір істен соң тоқтап қалма. Кейде жасаған болмашы бір жақсылығымыз өзімізге ірі көрініп, өзімізге тау қопарып тастағандай күй сыйлауы мүмкін. Жақсылығының шырын дәміне рахаттанып қуанған әрине жақсы, алайда бұндай сезімде көп жүріп қалу келесі бір жақсылықты елемеуге алып келуі мүмкін. Сонымен қатар жасаған жақсылығыңды ұзақ есте ұстау, адамдармен мақтау дәметуіңе, адамның қайтарым күтуіңе немесе міндетсінуге алып келуі де мүмкін. Сол себепті де қандай үлкен қайыр қылынса да дереу оның ұмытылғаны жақсы. Адам бір жасаған жақсы амалын тояттап тоқтап қалмауы керек. Қазірдің